Сәлем, достар. Бүгін біз онлайн жұмыс жасау тақырыбын талқылаймыз. Қалай еркіндікке қол жеткізуге болады? Қалай онлайннан табыс табуға болады? Егер сізге уақыт пен кеңістік шектеусіз жұмыс істеу қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Онлайн жұмыстың артықшылықтары. Онлайн жұмыс бұл уақыт пен орынды таңдау еркіндігі. Сіз әлемнің кез келген нүктесінен жұмыс істей аласыз. Үйде, саяхатта немесе кофеханада отырып табыс табуға мүмкіндік бар. Бұған қоса көптеген мамандықтарға бейімделу оңай: фрилансер, онлайн мұғалім, маркетолог, программист, дизайнер, контент жасаушы және тағы басқалары. Ең бастысы, жеке графикті өзіңіз орната аласыз. Бұл жанұяңызға, демалысқа, жеке істеріңізге көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік береді. Онлайн жұмыстың қиындықтары. Әрине, онлайн жұмысқа көшу оңай емес. Тәртіп пен уақытты басқару маңызды. Өзіңізді әрдайым мотивацияда ұстап, жұмысыңызға жауапкершілікпен қарау қажет. Жоғары бәсекелестік: әлем бойынша миллиондаған адам сізбен бірдей қызмет ұсынады. Сол себепті үнемі дағдыларыңызды жетілдіріп отыру қажет. Тұрақтылықтың болмауы: кейде тұрақты жалақымен тапсырыс болмай қалуы мүмкін. Бірақ дұрыс стратегиямен бұл қиындықтарды шешуге болады. Қалай бастауға болады? Бір, қабілеттеріңізді анықтаңыз. Қандай салада жақсысыз? Мысалы, жазу, дизайн, кодтау немесе ұйымдастыру. 2, оқыңыз және дамыңыз. Coursera, Udemy, YouTube платформалары арқылы жаңа білім алыңыз. 3, түйіндеме мен портфолио жасаңыз. Жұмыс берушілер сіздің қабілеттеріңізді көру үшін бұл маңызды. 4, фриланс платформаларын қолданыңыз. Upwork, Fiverr, Freelancer немесе қазақстандық қызметтер арқылы алғашқы тапсырыстарыңызды алыңыз. 5, уақытты тиімді басқаруды үйреніңіз. Trello, Notion немесе Google Calendar секілді құралдарды пайдаланыңыз. Онлайн жұмыс бұл жаңа мүмкіндіктер әлемі. Сізге тек батыл қадам жасаумен үздіксіз даму керек. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыз. Ал сіз онлайн жұмысты бастауға дайынсыз ба?